Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Сіздермен бірге арнайы пәндер оқытушысы Мәдіхан Айым Амангелдіқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өлшенген параметрлерге негізделген аспаптар мен автоматика құралдарын белгілерін құруды үйрену. Сабақ барысында біз тоқ күші және кернеу секілді аспаптардың өлшеу әдістерімен танысамыз. Құрметті балалар, өздеріңіз білетіндей, әрбір қарапайым электр тізбегін құру үшін бізге ең негізгі элементтер қажет. Сондай элементтердің бірі бізде электр тоғының көзі, жалғағыш сымдар және кілт болып табылады. Электр тізбегі және оның құрамдас бөліктеріне келейік. Алдарыңызда анықтама берілген. Тоқ көзі электр тоғын тұтынушы жалғаушы сымдар мен кілт электр тізбегін құрайды екен. Тізбек тұйықталған және тек өткізгіштерден құралған жағдайда ғана тізбекте электр тоғы болады. Осы екі анықтаманы дәптерлеріңізге жазып алуларыңызды сұраймын. Сонымен қатар, оң жақта экранда бізге кесте берілген. Сол кестенің ішінде қандай атаулар көрсетілгенін қарайық. Яғни электр аспаптарының атауы және сұлбадағы шартты белгілеулер. Электр аспаптарының атауы мен осы сұлбадағы шартты белгілеулерін кесте ретінде дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Яғни кішігірім электр шамы қалай белгіленеді бізде шартты түрде, өлшеуіш құралдар амперметр, вольтметр қалай белгіленеді, соның барлығы толықтай мәлімет ретінде көрсетілген. Тоқ күшіне келетін болсақ, тоқ күші дегеніміз өткізгіштің көлденең қимасы арқылы қандай да бір уақыт аралығында өтетін зарядтың сол уақытқа қатынасына тең шаманы айтамыз. Тоқ күшінің формуласы алда көрсетілген. И тең Q бөлінген Т. Тікелей мәндерге анықтама береге дейін. И деген бұл жерде бізде тоқ күші, Q өткізгіштің көлденең қимасы арқылы өткен зарядты білдіреді, Т деген зарядтың өткен уақыты. Тоқ күшінің өлшем бірлігі бізде ампер болып табылады. Яғни 1 ампер өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 1 секунд уақыт аралығында 1 кулон заряд өткен кездегі тоқ күшін сипаттайды екен. Осы берілген анықтамаларды дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Берілген тоқ күшінің өлшеуіш аспаптарымен танысайық. Бірінші аспаппен танысайық. Гальванометр. Гальванометр бізде суретте көрсетіліп тұр. Гальванометрдің нөлдік мәні шкаласының тура ортасында орналасқандықтан, оның тілшесі оңға да солға да ауытқуы мүмкін. Бұл дегеніміз, балалар, бізде тізбекті жинаған кезде гальванометрді оң терісіне қарамай жалғай берсек болады. Яғни қара дегеніміз міндетті түрде минус жаққа, қызыл дегеніміз міндетті түрде плюс жаққа жалғануы ол шарт емес. Яғни қалай жалғасақ та ол бізде тілшесі көрсетеді екен. Ал енді балалар, келесі бізде тоқ күшін өлшеуші құрал амперметр. Амперметр атайып тұрғандай бізде тоқ күші ампермен өлшенеді, ал сәйкесінше құрылғымыз бізде амперметр болып аталады екен. Балалар, амперметрдің гальванометрден бірінші құрылғыдан бізде айырмашылығы, ол гальванометрді біз кез келген жағдайда, яғни оңды оңға, терісті теріске деп бөлмей жалғай берсек болады. Ал амперметр бізде міндетті түрде қарасы, яғни теріс жаққа, қызылы оң жаққа, оң полюсті оң жаққа, теріс, яғни минустан басын минус жаққа жалғауымыз қажет екен. Олай болмаған жағдайда бізде амперметр тоқ күшін дұрыс көрсетпейді. Және де тағы бір ескеріп өтетін жайт, бізде амперметр тек тізбекте жалғануы керек. Тізбекте деп отырғанымыз бірінен кейін бірі, яғни бірінің ұшы аяқталған кезде екіншісінің басы басталу керек деген сияқты. Солай жалғануы қажет. Оған мынадай мысалды келтірсек болады. Көріп отырғандай, бізде суретте схемада тоқ көзі бар, мысал аккумулятор болсын. Одан аккумулятордан сым шығады және де амперметрге келеді. Амперметрден шығып шамға келсін, шамнан шығып амперметрге келсін, амперметрден шығып қайтадан тоқ көзіне келсін. Яғни көріп отырғандағыдай, бірінен кейін бірі шығып, бір-біріне тізбектеліп, қайтып айналып тоқ көзіне келді және де тұйықталды. Яғни бізде осы тізбекте тоқ міндетті түрде жүреді деген сөз. Енді осы суреттегі барлық құрылғыларды біз схема түрінде сызып көрейік. Ол бізде былай болады екен. Тоқ көзі бізде мынадай таңбаланады. Минус және плюс. Осыдан шығып амперметрге келсін. Амперметр бізде былай белгіленеді екен. Амперметрден шығып шамға келеді. Шам бізде осылай дөңгелекше және X-пен. Шамнан шығып бізде амперметрге келеді. Амперметр бізде қайтадан тоқ көзіне жалғанады екен.
көріп отырғандарындай барлығы тізбектелген, бірінен кейін бірі орналасып, жүйе тұйықталған. Дәл осылай бізде тізбек құралады екен. Енді балалар, кернеу ұғымымен танысайық. Жалпы кернеу дегеніміз не? Тізбек бөлігінде кернеу осы бөліктегі бірлік зарядының орнын ауыстыру кезінде атқарылатын ток жұмысына тең шама екен. Оның формуласы бізде U тең А бөлінген Q. U деп отырғанымыз білеміз кернеу, А деп отырғанымыз жұмыс, Q деп отырғанымыз осы зарядтың шамасы. Енді балалар, егер бір кулон зарядтың орнын ауыстыру үшін бір джоуль жұмыс атқару қажет болса, онда өткізгіштің ұштарындағы потенциалдар айырымы 1 вольтке тең болады. Яғни тізбек бөлігіндегі кернеу бізде вольтпен өлшенеді екен. Енді балалар, кернеуді өлшейтін құрал бізде өлшем бірлігі вольт болғандықтан, оны сәйкесінше өлшейтін құрал вольтметр болады. Вольтметрдің бейнеленуі былайша екен. Және де балалар, вольтметр бізде тек параллель жалғанады. Жаңағы амперметр бізде тек қана тізбекте жалғанса, вольтметр бізде тек параллель жалғанады. Және де амперметр сияқты бізде вольтметрді оң полюсын оң полюске, және де теріс полюсын теріс полюске жалғауымыз қажет міндетті түрде. Енді мынадай суретті қарастырып көрейік. Бізде балалар, вольтметр, 2 вольтметр берілген, одан соң тоқ көзі берілген, шам берілген, және де мынау бізде кілт берілген. Енді осы құрылғылар арқылы біз тізбек құрастырып көрейік. Бірінші бізде вольтметрден көріп тұрсыздар, сым шығады, 2 сым. Оның екеуі де шамға келіп, бірі одан соң тізбек тоқ көзіне, екінші вольтметрге кетсін. Екінші вольтметрден бізде шам мен тоқ көзі шамға байланысқан. Енді осыны біз схема түрінде сызып көрсетейік. Бірінші бізде тоқ көзі бар. Тоқ көзі бізде минус және плюс арқылы белгіленеді екен. Тоқ көзінен шыққан сым бізде кілтке келіп жалғанады. Кілт бізде былайынан белгіленеді екен. Кілттен шығып бізде неге келеді? Реостатқа келеді. Реостат бізде 4 бұрышпен белгіленеді. Балалар, реостаттан шыққан сым бізде шамға жалғанады. Шам бізде тоқ көзіне жалғанған. Бірақтан байқасаңыздар, шамға параллель ретінде бізге вольтметр жалғанған екен. Яғни вольтметрден шыққан 2 сым бізде шам арқылы жалғанған екен. Яғни параллель болып тұр өзара. Осы арқылы бізде көріп отырмыз, вольтметр тек қана тізбекке параллель жалғанады екен. Амперметр тағы қайталап өтсем, бізде тізбекте жалғанса, яғни бірінен кейін бірі тізбектеліп, вольтметр бізде параллель, яғни бірінің үстіне бірі жалғанады екен. Ерекшелік осында. Ал балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, тізбектегі бізде тоқ күшін анықтаумен тізбек бөлігінде кернеуді білсек, онда бізде мынадай жазбаша тапсырмалар бар екен. Тапсырмаларды орындап маған жіберіңіздер. Сау болыңыздар.